қарлығаштың алқымы неге ақ түсті? Намұрт атты залым патша Бәйт-әл-Мұқаддасқа шабуыл жасайды. Қасиетті орынды қиратып, оның киесін кетірмек болады. Қалың қолмен қалаға келіп кіргенде үрейленген ел жұрт дүние мүлкін тастап қашып кетеді. Бәйт-әл-Мұқаддастың маңдайшасына бір қарлығаш ұя салған екен. Ол: «Уа тәңірім, жаудың бетін аулақ ет», деп шықылықтап зажылапты. Көзінен аққан жасы алқымын жуып кетіпті. Алла тағала қарлығаштың тілегін қабыл етеді. Жау қалаға жақындай бергенде айналаны қалың тұман басады. Қалың қол адасып бір-біріне соқтығыса бастайды. Қаланы таппай айдалада қаңғып, азықтары таусылып, тірі қалғандары шұбырып еліне қайтады. Сөйтіп киелі орын апаттан аман қалды. Көз жасы көл болып аққаннан алқымы аппақ болып қалыпты. Қарлығаш киелі жерді жақсы көреді екен. Үнемі кесене күмбезге ұя салады. Құранның Піл сүресінде баяндалатын Абабил деген құсты қарлығаш дейтін де деректер бар. 570 жылы Йеменнің патшасы Абраха Меккені қоршайды. Сол кезде көктен қарлығаштар келіп, жауға тас жаудырыпты. Тастан шошынған пілдер өз әскерін таптап, Абраха шығынға ұшырайды. Осылайша қарлығаштың арқасында қасиетті Мекке шаһары аман қалған екен. Адамның қолғанаты. Енді бір аңызда қарлығаш Сүлеймен пайғамбарға жәрдем етіпті. Сүлеймен пайғамбар жүзігінен айырылып, бір күнде диуанаға айналыпты. Бірде жолда келе жатқанда оны бір топ маса талайды. Сүлеймен масадан қашып, бір ағашты паналайды. Сол сәтте қарлығаш көмекке келіп, оған араша түсіп, масаларды қуады. Сүлейменге су тасып, шөлін қандырады. Қанатымен желпіп, самал жел тұрғызады. Пайғамбарға жасаған жақсылығы үшін ел қарлығашты қадір тұтты. Қарлығашқа тиіспе. Ерте заманда Намұрт деген залым патша болыпты. Ол Ыбырайым пайғамбарды отқа өртеуге әмір етеді. Нөкерлер орманнан 30 арба отын жинайды. Есекті арбаға жегіп айдағанда ол жығылып жатып алады. Сосын арбаға атты жегеді. Ол да қозғалмайды. Болмағасын түйені әкеледі. Ол да шөгіп тұрмай қояды. Өгізді жекпек болғанда ол адамды сүзіп маңына жолатпайды. Кезек қашырға келгенде ол арбаны қуана-қуана тарта жөнеледі. Ыбырайым қашырға нала болады. Жау жағына өткені үшін Құдай қашырда ұрпақсыз қалдырыпты. От лаулап жанғанда Жебірейіл келіп: «Ей Ыбырайым, не көмек сұрайсың? Қызметіңе әзірмін», дейді. Сонда пайғамбар: «Хасби Рабби Жәлалла», дейді. Мағынасы тәрбие етуші бір Алла маған жетерлік деген сөз екен. Осы сөзді айтқанда Алла отқа: «Ей от, досымды саламат сақта, еш жері күймесін, жатқан жері гүлзар бақ қыл», деп бұйырады. Сонда оттың іші Ыбырайым үшін салқын саябаққа айналып сала беріпті. Ыбырайымды өртегенде қарлығаш көмекке ұмтылған екен. Ол Құдайдың досына болысып қанатымен су себеді. Өзге құстар: «Қарлығаш-ау, сенің бір тамшы суың не болады?» деп сұрайды қарлығаш. «Оны өзім де білем. Бұл менің ниетім. Кімнің дос, кімнің қас екені осындайда білінеді», дейді. Қарлығаш Ыбырайымға көмектескені үшін адамға дос болып, келі құсқа айналады. Қарлығаштай қанатымен су сепкен деген сөз осыдан қалыпты деседі.